документальный фильмдарда үйлерді көтеріп алып барады ғой, немен үлкен трейлерлермен. Осы мобильный үйлер осылар ғой. Асты рельсте құралады, фундамент емес, фундаменттің орнына өтіктен жауып қойған. Мынаның барлығы асты фундамент емес, жай ғана темірмен көтеріп қойған. Екі трейлер дейді. Қазір мен несін көрсетейін. Міне мысалға асты дәл осындай болып тұрады. Міне. Енді бұны астын жабады, бір фундамент сияқты. Мына екі трейлерден құралған бір жер үй. Мобильный дома дейді. Бұндай неге істейді? Бұл біріншіден арзан, екіншіден бұған салық төлемейді. Яғни тек көліктің салығын төлейді. Мысалы бір жылға Калифорнияда шамамен бір $200 төлейтін шығар, бір куәлік етсе $300. Ал егерде үй болса, үйдің құнымен төлейді. Мысалға үй $500,000 тұрса, мысалға $20,000 тек қана кемінде үйдің салығын төлеуі мүмкін. Сондықтан тек қана домкраттармен қойып қояды екен да, сөйтіп салықты төлемейді.